Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Ақ Дастархан YouTube арнасы. Бүгін біз сіздермен дәл осындай жұп-жұмсақ небәрі 20 минутта ғана дайын болатын сүзбеден печенье әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрамына керек заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Ең алдымен сүзбемізді ыдысымызға саламыз. Мұнда 200 грамм сүзбе. Үй сүзбесін қолдануға да болады, немесе дайын дүкендікін де алсаңыздар болады. Келесі кезекте бөлме температурасына тұрған 100 грамм сары майымызды бөліктерге бөліп, сүзбенің үстіне қосып аламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Майымызды түгел сүзбеге араластырып, ерітіп аламыз. Үстінен бір ас қасық ұнымызды қосып, және жарты шай қасық разрыхительді қосып, бұл массамызды да жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай. Барлығы бір-бірімен араласуы керек. Одан кейін үстіне қалған ұнымызды қосып, жұп-жұмсақ етіп, қамыр илейміз. Қатты ұн қосып жібермейміз. Яғни творог пен ұнның массасы бірдей болуы керек. Қолға жабыспайтындай, осындай жұмсақ қамырымыз дайын болады. Міне қамыр дайын болды. Дәл дайын болған қамырды жая береміз. Оны қойудың немесе аса бір уақытқа қойып күтудің қажеті жоқ. Қамырды илегеннен соң сразу осы аласыда жайып кете береміз. Шамал жабысып қалуы мүмкін жайған кезде, сол үшін ұнды себелеп жайып шығамыз. Үстінен шекер арасына осылай жағамыз. Себебі байқасаңыздар, біз жаңа қамырын илеген кезде ешқандай шекер қолданған жоқпыз. Шекерді тек осылай қамырдың арасына қостық. Сондықтан бұл печеньенің бір ерекшелігі де осы жерінде болып тұр. Қатты тәтті емес, балаларға да жеуге өте ыңғайлы дәмді печенье болып шығады. Қамырыңыз егер үлкен болып кетсе, осылай екі бөлікке бөліп орап шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп, барлығын біркелкі етіп орап аламыз. Міне орап алдық. Енді осылай терканың осындай кесетін бөлігін алып, бөліктерге бөліп аламыз. Және дайын болғанды пергамент қағазға салып, 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Өте тез дайын болатын, жұп-жұмсақ дәп-дәмді сүзбелі печеньеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және біздің арнамызға тіркелсеңіздер болады. Себебі біздің арнамызда сіздер үйдегі бар заттардан дәмді ас әзірлеуді үйренетін боласыздар. Міне барлығы піскен. Ал ас болсын.